Гайморит үстіңгі жақта орналасқан мұрынның қосалқы қуысының қабынуымен сипатталатын ауру. Бұл ауру қатты суық тигенде, жегі түскен тіс, аллергия, онкология және лор мүшелерінің басқа ауруларының ауырғанынан пайда болады. Гайморит ауруының негізгі қоздырғыштары инфекция мен вирустар, бактериялар. Инфекция мұрын қуысы және қан арқылы гаймор қуысына түсіп, оны зақымдайды. Көп жағдайда жоғары жақ тіс тамырларын қоршап жатқан етті аумақ жұмысының қалыпты жағдайдан ауытқуынан вирустар мен бактериялар гаймор қуысына еніп кетеді. Гайморит ауруының негізгі белгісі әуелі бас ауырады және мұрынмен тыныс алу қиындайды. Сонымен қатар мұрыннан қою сұйықтық ағады. Тұмау ұзаққа созылады. Иіс сезу қабілеті мен ұйқыны бұзады. Гайморитті ауруханада және үйде қалай емдеуге болатынын тек дәрігер ғана айта алады. Себебі бұл ауру әртүрлі дәрежеде болуы мүмкін. Сондықтан қабыну процесінің кезеңіне байланысты осы немесе басқа да препараттар мен процедуралар қажет болуы мүмкін. Гаймориттің туындау себебі мұрын қуысындағы дренаждың бұзылуы, олар мұрын қуысындағы арнайы тесіктермен байланысты. Егер шырышты қабыну пайда болса, онда бұл тесіктер тарылған. Мұрынның шырышты қабығының қабынуы, тұмау, анатомияның жеке ерекшеліктері, жарақаттардың нәтижесінде сүйектің өзгеруі, ісіктердің өсуі гаймориттің дамуының негізгі себебі болуы мүмкін. Мұрын шырышы өтетін жер бөртіп, вегетативтік бұзылыстардың және аллергияның аясында іссе гайморит болуы ықтимал. Қан арқылы ағзаға инфекция түскенде де соңы гайморитке әкелуі мүмкін. Бұл көбінесе балаларда кездесіп жатады. Қабынған жерге инфекция түскен жағдайда да гайморитке шалдығу ғажап емес. Қабынудың белгілері: кеңсірік пен мұрын қойнауы аумағының тысыраюы және мұрынның бітелуі. Егер басыңызды иіп төмендеткен кезде мұрындағы жайсыздықты қатты сезсеңіз, ол гайморит болуы мүмкін. Мұрынның бітелуі: мөлдір түсті немесе сары түс, жасыл түске сұйықтық пайда болуы мүмкін. Ал егер ол тым қою болса, ауру белгілері сізді мүлдем білінбеуі мүмкін. Бетіңіз ауырса, бұл кезде ауырсыну қабынған жақтан байқалады. Созылмалы гайморитте ол қатты білінбейді, бірақ өткір кезеңде өте күшті болады. Ауру тіпті көз аймағына өтіп, одан әрі басқа қарай жылжи алады. Әлсіздік пен тез шаршау, ауыр тыныс алу, жағымсыз сезімдер ұйқыны, көңіл күйді нашарлатады, тәбетті төмендетеді. Температура: қатты ауырған кезде дене қызуы 38 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. Бірақ созылмалы гайморит болса, температура қалыпты бола береді. Гайморитті қалай анықтауға болады? Оның белгілері қандай және үйде емдеуге келе ме? Егер жалпы жағдайыңыз нашарласа, бас ауыру күшейсе, әсіресе еңкейген кезде ауру қатты білінсе, гайморит қойнауын ақырын басқанда ауырғанды сезсеңіз, мұрын жанындағы аймақты қолайсыздық күшейсе, ауру көзге, кеңсіріктің бүйіріне жетсе және тағы басқа жерлер ауырса, температура қайтадан көтерілсе, міндетті түрде дәрігерге жүгініңіз. Үй жағдайында не істеуге болады? Гайморит сияқты ауруды үйде қалай емдеу керектігін тек дәрігер ғана айта алады. Егер жоғарыда аталған белгілер байқалса, өзіңізден емделмей мамандарға жүгінгеніңіз жөн. Өйткені бұл қабыну процесі созылмалы түрге айналып, елеулі асқынулар тудыруы мүмкін. Дәрігерлер жиі ұсынатын кеңестер: гаймориттің пайда болуына әсер еткен себептерді жою. Дәрігерлер мұндай жағдайларда ауру тудырушылармен күресетін құралдарды тағайындайды. Ол қышымаға қарсы, бактерияға қарсы, аллергияға қарсы немесе антисептикалық дәрілер болуы мүмкін. Егер қойнаудағы инфекция жақын орналасқан қабыну ошағынан түссе, мысалы жегі түскен тіс болса, онда оны кешіктірмей емдеу керек. Жергілікті қабынуды жойып, қойнаудың дренажын жақсартуды ұсынады. Дәрігерлер сондай-ақ мұрын қуысын жууды және жапсырманы іріңді шығаруға қабілетті құралдарды қолдану арқылы жасауды ұсынады. Мысалы, гайморитті балмен емдеу, теңіз немесе тұзды сумен жуу тиімді қолданылады. Егер осы рәсімдерді аурудың бастапқы кезеңінде дереу жасасаңыз,
гаймориттен жылдам айығасыз. Шырышты қабыттың қалпына келуіне көмектесетін ингалип, кометон, пиносол, биопарокс секілді өсімдік сығындылары бар. Қабынуға қарсы, бактерияға қарсы әсері бар тамшылар қолдануды ұсынады. Мұрын қуысын шайқурай, ақмия, ара желімі, теңбілгүл, түймедақ, емен қабығы, қырмызы гүл секілді өсімдіктердің қайнатпасымен және тұнбасымен жуу керек. Сонымен қатар фуразолин ерітіндісі және хлорофилипт, ротакан, декаметаксин секілді дайын дәрілік заттар қолданылады. Мұндай рәсімдерді күніне кем дегенде 4 рет жасау ұсынылады. Мұрын қуысын инемен тесіп, антисептикалық заттармен де жууды ұсынады. Мұрынның айналасын құрғақ немесе инфрақызыл шаммен, сондай-ақ көгілдір шам, тұз қайнатпасы және пісірілген жұмыртқамен жылытуға болады. Бірақ бұл процедураларда мұрын қуысында әлі ірің болғанда және дене температурасы көтерілгенде жасауға болмайды. Антибиотиктер. Көптеген жағдайларда гайморит осы препараттарсыз емделмейді. Тек дәрігер ғана нақты қандай антибиотик тағайындау керектігін біледі. Олар дәрі-дәрмек түрінде де, инфекция түрінде де ем тағайындай алады. Жалпы емдеу сізге көбірек витаминді сусындар ішу керек. Сондай-ақ жалбыз тікен, қызылмия, тамыры секілді бактерияға қарсы әсері бар шөптердің қайнатпасын қабылдау немесе муколитик қолдану ұсынылады. Егер дене температурасы қалыпты болса, ыстық ванна секілді алаңдатпа терапиясын жасауға болады. Халықтық және басқа да консервативтік емдеу әдістері. Гайморитті үй жағдайында емдеу өздігінен жасауға оңай және науқастың жағдайын жеңілдетуге бағытталған бірқатар рәсімдерді қамтиды. Мұрынға ментол майын тамызыңыз, сондай-ақ онымен маңдайды да майлау керек. Ментол мен камфора майын бірдей мөлшерде ыдысқа араластырып, оған кептірілген нан салып, отқа қою керек. Содан кейін оның түтінімен танау арқылы шамамен 3 минут демалыңыз. Таңертең және кешке 1:3 пропорцияда ара желімі мен сарымай қоспасына мақта тампонын салып, мұрынға қойыңыз. Ингаляция жасаңыз. Картопты қабығымен қайнатыңыз. Қайнату арқылы картоп қабығындағы микробтар мен өзге де жұқпалы вирустарды өлтіруге болады. Содан соң қайнатылған картоптың суын төгіп тастайсыз. Басыңызды орамалмен бүркеп, картоптың буына дем аласыз. Мұрынды лимон шырынымен шаясыз. Ол үшін 1 лимон және қайнаған жылы су қажет. Лимон шырынын барынша сығып алып, үстіне қайнаған жылы су құйыңыз. Сосын оны кеңірек ыдысқа құйып, басыңызды иіп, мұрныңызбен сол тұнбада дем алыңыз. Дем алғанда тұнба мұрынның ішіне кетуі қажет. Сосын оны аузыңыздан шығарасыз. Бұл мұрынды тазалау үшін қажет. Гаймориттің созылмалы түрі. Егер ауру созылмалы болса, сүт пен сүт өнімдерін тұтынуды тоқтату керек. Ал кейбір дәрігерлер гайморитке ауысатын созылмалы тұмаумен ауыратын адамдар патологиялық үдерістің дамуына әсер ететін крахмал мен қанты жоғары өнімдерді және пастерленген сүтті тым көп тұтынады деп санайды. Егер иіс сезбейтіндей жағдайға жетсеңіз, табаға кішкене сірке суын құйып, оны қыздырып, бумен демалу керек. Табиғи балды зәйтүн маймен тең мөлшерде араластырыңыз. Шалқаңыздан жатып танауға 3-4 тамшыдан тамызу қажет. Осыдан кейін 2 сағатқа дейін далаға шықпаған дұрыс. Бұл аурумен ауыратындар мынаны ескергені дұрыс. Салқын тигізбеу және тұмау ауруының кез келген белгісі байқала салысымен тез арада емдеу. Сонымен қатар барлық дәрігерлік кеңестерге құлақ асу қажет. Бұл ауруға немқұрайлы қарауға болмайды. Себебі гайморит дер кезінде емдемесе, кеңсірікке түскен ірің миға шауып, менингит ауруына ұласуы мүмкін. Сондықтан халықтық әдістермен емдеуден басқа маман дәрігерлердің де көмегінен бас тартпаған дұрыс. Жалпы алғанда гайморит үйде емделуі мүмкін, бірақ өздігінен емделмес бұрын дәрігермен кеңесу керек. Дәрігерлер қандай дәрі-дәрмек қолдану керектігін және қандай процедуралар жасау керектігін тағайындап береді. Себебі кейбір халықтық құралдарды қолдануға болмайды. Міне құрметті көрермен,
Бүгінгі ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға жарасын.